Ертеде бір халиф ел билеген екен. Бір күні түсінен қатты шошып оянып кетеді. Таңертең уәзірді шақырып, дайындал, сарайдан сыртқа шығамыз депті. Екеуі қарапайым киім киіп, ел араласын аралай бастайды. Бір ауылға жеткенде түсінде көрген жерін танып тоқтайды. Адамдар көп, бәрі өз тіршілігін жасап жүр. Жерде бір адам өліп жатыр, бірақ оған мән беріп жатқан ешкім жоқ. Сонда халиф жергілікті адамдардан сұрапты: «Ей адамдар, бұл кім? Неге бұлай тапталып қор болып жатыр?» «Бұл адам арақ құмар біреу. Ол ешкіммен араласқан емес. Онымен 40 жылдан бері көрші тұрам, бірақ көрші болып бас қосқан емеспіз. Өзі нағыз ағаш шебері. Таң атқаннан кешке дейін жұмыс жасайды. Бірақ тапқанына қай жерде арақ болса сатып алады. Тіпті үйіне жезөкшелерді әкетіп бара жатқанын көретінмін. Ешбір адамға жақсылығы тимеген, сондықтан да осылай жатыр» деді. «Жүріңіз ханем, біз де кетейік». «Жоқ, менің түсіме бұл адамды неге кіргенін түсінбедім. Алла маған оны жерле деп аян етті. Мен Алланың қалауын орындаймын. Тек оны жондыратын жер керек. Жүр, оны мешітке алып барайық» деді. Мешітке алып бара жатса, мешіттің имамы оларды мешітке кіргізбейді. «Бұл адамды кіргізе алмаймын. Ол Аллаға қарсы шықты. Алла оның жазасын берді» деп жолатпайды. Халиф оны көрші ауылдағы мешітке алып барады. Ол мешіттің имамы оны көргенде жылай бастайды. Сонда халиф: «Сіз оны танисыз ба?» деп сұрады. «Я, ол өте жақсы адам еді. Намазын уақытында оқып, Алланың жолында жүрген адам болатын» деді. Үшеуі оның жаназасын шығарып жерлейді. Халиф неге әр адам ол жайлы әр түрлі пікір айтады? Ол шын мәнінде қандай адам деп қызыға бастайды. Сұрастырып, оның үйін тауып барады. Есікті бір әйел ашады. Халиф оған күйеуін жерлеп келгенін барлық мән-жайды айтады. Әйел көзіне жас алады. «Сіздің жолдасыңыз қандай адам еді?» «Мен онымен мақтанам. Ол өз жанын Алланың жолында құрбан етті. Бірақ көршілеріңіз теріс пікірде. Олардың айтуы бойынша арақ құмар, қатын құмар болған екен. Ешбір адамға көмегі тимеген» деп наразы. «Мырза, олар жолдасын қандай жақсылық жасағанын қайдан білсін? Я, ол арақ бар десе жанын беріп болса да сатып алатын, бірақ өзі ішкен емес. Өзгелер ішпесін деп ауылдағы бүкіл арақ сатып алып дәретханаға төгетін. Я, ол жезөкшелерді үйге әкелетін, бірақ олармен бірге болған емес. Өзгелер олармен бірге болып күнәға батпасын деп оларды үйге әкелетін. Мен сендердің уақыттарыңды сатып алдым. Ол уақытты қалай өткізсем де өз еркім дейтін. Түніменен оларға Алланы насихаттап, имандылыққа шақыратынбыз. Соның арқасында жеңіл жүрісті әйелдер бір шама азайып қалған еді. Бірақ неге көршілерге ештеңе айтпаған? Мен оған қаншама рет айттым, елге шыныңды айт, олар теріс пікірде, ертең біз не салсақ кім жерлейді деп. Бірақ ол тыңдамады. Менің жақсылығымды Алла көріп тұр, маған сол жеткілікті. Адамдар қалай ойлайтынында шаруам жоқ. Ең бастысы Алланың алдында арым таза. Адамдарға айтып, олардың қошеметіне ие болу мен үшін қажет емес. Ақыретте Алланың қошеметі қажет. Сен кім жерлейді деп қорықпа. Алла сүйген құлын ешқашан ит құсқа жеметпейді. Мен Аллаға сенем. Егер Алладан әмір келіп жатса, тіпті халифтің өзі жерлеуі мүмкін» деп күледі. Ол намазын көрші ауылдағы мешітке барып оқиды. «Неге өзіміздің ауылдағы мешітке оқымайсың?» десем, бар жанын тәнімен Аллаға берілген имамның артында тұрып намаз оқып жатып, көзімді жұмғанда қағба көрінгендей болады дейді. Мұны естіген халиф пен уәзір аң-таң болып ойланып қалып,